Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Сондықтан ұл қыздарымыз ұлттық киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. Наурыз күні ресми түрде ұлттық киім күні болып бекітілді. Бүгін ата-аналармен осылай әдемі болып киініп келдік. Қазақша киіммен, камзолымызбен, қазақша ұлттық нақыштағы әшекей бұйымдарымызбен, менің құлағымдағы күмістен жасалған сырға, алқасы және мынау білезік, яғни бұл білек және жүзік деген екі сөздің түбірінен шыққан екен. Білезік. Көрмеге қойған киімдеріміз. Мынау біздің кішкентай бүлдіршін қыздарымыздың камзолы. Ересек, кішкене үлкендеу қыздарымыздың қос етекті көйлегіміз. Ұлдарымыз киетін киіміміз саукесерге киюге болады. Бой жеткен қыздарымыздың ұзатқанда киетін әдеміше келген камзолымыз және қасында осындай сәукелесі бар. Аналарымыз киетін камзолымыз, қысқаша келген келіндерімізге арналған камзолымыз бар. Және де әртүрлі бас киімдеріміз қазақи нақышта келген. Ер адамдарымызға арналған шапан, бөрігімен. Мынау да сәукелеміз. Кішкентай қыздарға сауын кескенде де кигізуге болатын қазақша әдеміше келген қос етекті көйлектеріміз. Бүгінгі ұлттық киім күнімен қоса біздің қазақ еліміздің қазақ қыздарымыздың әшекей бұйымдарымен таныстыра кетсем, мынау біздің қазақтың келіндеріміздің, қыздарымыздың тағатын сырғасы, әжелеріміздің білезігі, және мынау біздің келіндеріміздің, қыздарымыздың мойындарына тағатын алқасы. Қазақтар келіндеріне әртүрлі күміс сырғалар таққан, мынау соның бір ерекше түрі. Қыздарымыздың тағатын шашбауы, шекелік. Қыздарымыз, келіндеріміз наурыз мерекесінде барлық мерекеде тағып жүрген